Батыр мырза, бағаналы бері тыңдап отырсыз ғой, бұл не сұмдық көріп тұрмыз біз қазір? Дүние мүлік деген ананың көңілінен қымбат болып кетті ме қазір біздің қыз жігіттерге? Не байқап отырсыз? Апамыздың әңгімесін тыңдап отырмын ғой, енді маған да ауыр тиіп отыр. Ер заматпын ғой, жыламасайым маған өксік тіреледі. Әрқайсымыздың телефонымызда анажым деген номер бар ғой. Бірақ бір күні сол звондамауы мүмкін да бізге. Өшіп қалуы мүмкін. Бірақ балаларынан ешқашан күтпейсің ондайды ше. Ешқашан бауыр еті балаңнан ешқашан ондай күтпейсің. Сен 9 ай құрсағыңда көтересің, өсіресің, тәрбиелейсің, білім бересің, ешкімге кем болмасын дейсің. Бірақ есейген кезде саған сонда иттік жасаған кезде үй дейді ғой, үйге талас қой. Адамның қарғысын алма, алғысын ал дейді. Таласпен келеді ертең. Анамыз бүгін бар, ертең жоқ қой. Үлкен жаста. Бірақ қарғыспен келген үй ол берекелі болмайды ол деген. Өйткені апамыз ол жерге батасын беріп тұрған жоқ. Жақсылық жоқ үйде. Жақсы оны жаңағыдай қырлап, төбелеседі, басқа қылып алады. Бірақ мына бір қысқа ғана бір 5 күндік өмірде анаңа қоңырау шалып, жағдайын сұрап, ең болмаса біз өмірде көп адамға рахмет айтамыз ғой. Мысалға осы күтіп алып жатқан кезде ой рахмет деп киімді беріп жатқан кезде біреу есікті ашып берсе рахмет дейміз деген сияқты. Бірақ біз өмірімізде анамызға, анам, мен сенің балам болғаным үшін, болмаса әке, сен маған әке болған үшін рахмет деп айттық па? Олар сол нәрсені естіді ма, бізде естіген жоқ па? Біз көп нәрсеге өкінеміз ғой ертең. Қазір қасымызда жүргесін бағаламаймыз. Ол күйеу баланың кім екенін қасындағы адамдар, достары, жақындары көріп отыр да, осы видеодан кейін көреді ғой. Мен айтамда. Біліңдер, ол кісі кім екенін. Сіздің кіммен дос болып жүргендеріңді, кіммен араласып жүргендеріңді біліңдер. Үлкен кісінің қарғысын алған дұрыс емес. Ондай адаммен сыйласудың, араласудың, амандасудың да қажеті жоқ.